Сәлеметсіңдер ме, қымбатты балалар? Бүгін мен сендерге қазақ тіл сабағын үйрететін боламын. Менің аты жөнім Нұхнәби қызы Лейла, бірінші мектептің тәлімгер ұстазымын. Қымбатты балалар, енді суретке назар аударайық. Балалар, бұл суретте қандай мезгіл бейнеленген? Және кімдер бар? Нелер бар екен? Барлығына зер салып қараңыздар. Бұл суретте белгілі бір оқиғаны негіздеп мәтін құрастырған екен. Сол мәтінді сендер бүгін таныс боласыңдар. Кітабымыздың 102-ші бетін ашамыз. Нағыз адам туралы мәтін. Оқушылар, бұл мәтінді ең әуелі ұстаздарың үлгілеп, мәнерлеп оқып таныстырсын. Мәтінді ең әуелі дұрыс, түсініп, жылдам, мәнерлеп оқуға үйренетін боламыз. Нағыз адам. Аптап қуаң даладағы жалғыз үйдің қасында құдық бар. Бұл үйде атасы мен немересі тұрады. Құдықтың басындағы ұзын арқанға шелек байланған. Жолаушылармен әрі-бері өткен адамдар құдыққа бұрылып, су ішеді. Атайға алғыстарын жаудырады. Бірде әлгі байлаулы арқан үзіліп, шелек терең құдық түбіне қалып қойды. Атайдың одан басқа шелегі жоқ еді. Су тартып ішуге ыдыс табылмады. Келесі күні таңертең Атайдың үйіне бір арбалы шаруа келді. Арбадағы сабанның астында шелегі көрініп жатыр екен. Жолаушы құдыққа көз жіберіп, Атай мен немересіне бір қарады да, атына қамшы басып, әрі қарай жүріп кетті. Бұл не қылған ата? Бұл не қылған адам ата? Деп сұрады немересі атасынан. Бұл адам емес, деді атасы. Түске таман Атайдың үйі тұсынан екінші жолаушы өтіп бара жатты. Ол арбасындағы сабанның астынан шелегін алып, арқанға байлады да құдықтан су тартты. Өзі қанғанша ішіп, Атай мен немересінің де шөлін қандырды. Қалған суды құрғақ құмға төге салды да, шелегін қайтадан сабан арасына салып жүріп кетті. Ата, бұл не қылған адам? Деп сұрады немересі. Бұны да әлі адам деуге болмайды, деді атасы. Кешке қарай Атай үйінің маңына тағы бір кісі тоқтады. Ол арбасынан шелегін алып, арқанға байлады, су тартып, сусынын қандырды. Содан соң алғысын айтып, жүріп кетті. Ал шелегі құдықтың басында арқан байланған қалпында қала берді. Ата, бұл не қылған адам? Деп сұрады немересі. Міне бұл балам, нағыз адамның өзі. Нағыз адам деп, осын айт, деп жауап берді атасы. Қымбатты балалар, мәтінді дұрыс, түсініп, жылдам мәнерлеп оқыдық. Енді сендер осы мәтіннің ішінде оқуға қиын кездескен сөздер болса, жақсылап байқап отырыңдар. Мысалы мәтінде жолаушылармен деген сөз тілге де қиын, айтылуы, оқылуы қиын сөз болады екен. Сондықтан жақсылап бір оқып шығайық. Жолаушылармен.
Адамгершілік. Адамгершілік. Арбасындағы. Арбасындағы. Осы сөздерді балалар қайталап оқып көрейік. Енді балалар, біз мәтінді оқыған кезде, біз түсінбейтін қандай бір сөздер кездесті ма сендерге? Ендеше тақтаға қараймыз. Алғыс жаудырады. Қалай түсінеміз? Рахмет айтады деген сөз екен. Сабан. Өсімдіктің бір түрі шөп. Аптап. Ыстық. Шіліңгір ыстық күнді аптап деп атайды екенбіз. Қуаң дала. Шөл дала. Сусыз шөл дала. Қуаң дала деп аталады екен. Ендеше балалар, бұл мәтінді оқу барысында біз кімдер туралы оқыдық? Бұл мәтінде кімдер туралы айтты? Және мәтіннің негізгі ойын түсіндік бе? Негізгі оқиғаның мазмұны неге байланысты айтылып тұр балалар? Бұл қай мезгіл екен балалар? Жаз мезгілі, шіліңгір ыстық. Бұл қуаң далада кімдер өмір сүреді екен? Атасы және немересі. Қасында құдық бар екен. Ал бұл адам кім деп ойлайсыңдар? Жолаушы. Таңертең, түске таман және кешке келген жолаушылар. Атайдың үйінің қасында құдықтан су ішетін екен. Суды құдықтан қалай аламыз? Шелекті арқанға байлап, су тартып, шөлімізді қандырамыз. Сусынымызды қандырады екенбіз. Жолаушылар атайға алғыстарын білдіреді екен. Ендеше балалар, бұл мәтінні оқу барысында, сұрақтарға жауап беру барысында, мәтіннің оқиғасы неге негізделгенін түсінеміз бе? Ендеше тақтаға қараймыз. Бұл мәтіннің оқиғасы негізі адамгершілік тәрбиеге байланысты ма? Суды үнемдеуге байланысты ма? Және жолаушылар жүргіншілер туралы ма? Немесе әке мен баласының әңгімесі туралы ма? Қайсы нұсқаны дұрыс деп таңдайсыңдар, оқушылар, ойланайық. Ендеше бұл мәтінде адамгершілік тәрбиеге негізделіп, адамдардың жақсы мінез қалыптастыруына жол ашатын мәтін екен. Адамгершілік тәрбие. Оқушылар, сендер бұл мәтінді оқу барысында адамдардың қандай мінезімен таныс болдыңдар? Қане жазамыз? Бірінші рет келген жолаушы таңертең келді. Атасы неге бұл адам емес деп атады? Өйткені ол жолаушы қандай адам? Қандай адам екен балалар? Қайырымсыз адам екен. Және де жаны ашымайтын, мейірімсіз адам екен. Ал мәтінде екінші рет атайдың үйіне келген жолаушы, түске таман келген жолаушы қандай адам? Ойланайық. Қандай адам екен балалар? Өзімшіл адам екен. Өзімшіл, ысырапшыл сондай адам екен. Ал үшінші рет
Кешке таман тоқтаған адам қандай адам екен? Ойланайық. Ол адам қайырымды, мейірімді, адамдарға үнемі көмектесіп отыратын жомарт жан екен. Сондықтан үшінші рет келген жолаушыны Атай нағыз адам деп атады. Өйткені ол жолаушы адамда болатын барлық адамгершілік қасиеттерді бойына тартқан, қайырымды, мейірімді, жомарт жан екен. Өйткені шелегін қалдырып, Атай мен немересіне көмектесіп кетті. Сонымен балалар, енді біз осы мәтінді оқу барысында кім-кімдер, нелер деген сұраққа жауап беретін сөздерді табады екенбіз. Балалар, сендер осы мәтіннің ішінен кім-кімдер, нелер деген сұраққа жауап беретін сөздерді табыңдар. Кім? Кімдер? Нелер деген сұраққа жауап беретін сөздерді табайық. Қуаңдалада кімдер өмір сүреді? Балалар, Қуаңдалада кімдер өмір сүруші еді? Қуаңдалада атасы мен немересі адамдар өмір сүреді. Адамдар өмір сүреді, е? Ендеше кім келді? Жолаушы келді. Жолаушы не ұсынды? Шелек берді. Онымен су тартып ішті. Ендеше шелек деген сөзді көп мағыналы түрде айтып көрейікші. Шелек? Дұрыс балалар, шелек тер. Ендеше кім келді? Жолаушы келді. Кімдер өмір сүреді Қуаңдалада? Адамдар. Атасы мен немересін адамдар деп айтып тұрмыз. Не ұсынғандықтан су алып ішті құдықтан? Арқанға байлап челек. Не? Челек. Нелер? Челектер. Ендеше балалар, басқа да нұсқаларды таңдап көріңдерші. Олай болса балалар, осы кім-кімдер, нелер деген сұраққа жауап беріп, заттың атын білдіретін сөздерді қазақ тілінде не деп аталатын еді? Заттың атын білдіретін сөздерді біз қазақ тілінде зат есім деп атайды екенбіз. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Зат есім кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді. Мысалы жаңағы адам, адамдар, шелек, шелектер. Тағы басқа сөздерді өзіміз ойланайықшы. Ал енді балалар, келесі кітабымыздың 104-ші бетіндегі 3-ші тапсырмаға назар аударайық. 3-ші тапсырма. Мәтіннің желісі бойынша біз енді мәтіннің мазмұнын толық меңгердік пе? Соған назар аударайық.
және мына нұсқалардан таңдайық. Осы нұсқалардан таңдайық. Бірінші сұрақ. Кешке қарай атай үйінің маңына тағы бір кісі тоқтады. Екінші әсі. Қуаңдаладағы жалғыз үйдің қасында құдық бар. Бысы. Жолаушы құдыққа көз жіберіп атай мен немересіне бір қарады да атына қамшы басып ары қарай жүріп кетті. Өзі қанғанша ішіп, атай мен немересінің шөлін қандырды. Қалған суды құрғақ құмға төге салды да, шелегін қайтадан сабан арасына салып жүріп кетті. Біздің нағыз адам мәтіні бойынша оқиға желісін дұрыс ретке келтіріп орындаймыз. Ал оқушылар оқимыз. Біріншіде қандай оқиға болды? Келесіде қандай оқиға болды? Осы реті бойынша мына нұсқаны таңдаймыз. Бұнда 3 нұсқа берілген. 1, 2, 3. Осы 3 нұсқаның қайсысы дұрыс? Оқып көріп танысамыз. Ал балалар, сендер жақсылап мұқият оқып таныстыңдар ма? Ендеше рет-ретімен орналастыру үшін ең алдымен қай жолаушы келді? Қуаңдаладағы жалғыз үйдің қасында құдық бар. Жолаушы құдыққа көз жіберіп, атай мен немересіне бір қарады да, атына қамшы басып ары қарай жүріп кетті. Келесі жолаушы өзі қанғанша ішіп, атай мен немересінде шөлін қандырды, қалған суды құрғақ құмға төге салды да, шелегін қайтадан сабанның астына салып жүріп кетті. Ал 4-ші нұсқа. Кешке қарай атай үйінің маңына тағы бір кісі тоқтады. Ол қандай кісі еді? Ол нағыз адам, нағыз қайырымды, мейірімді, жомарт жан еді. Сондықтан атай оны нағыз адам деп атады. Ендеше қай нұсқа дұрыс сияқты балалар? Қай нұсқа дұрыс сияқты? Ә, Б, В, А. Рет осы болды, сондықтан қай нұсқа дұрыс сияқты балалар? Үшінші нұсқаны дұрыс деп дөңгелектейміз. Үшінші нұсқаны дұрыс деп дөңгелектейді екенбіз. Үшінші нұсқа дұрыс екен. Ендеше үшінші нұсқамызды дұрыс деп дөңгелектедік. Мәтін түсінікті ме балалар? Үйде тапсырмада осы мәтіннің оқиғасын өз сөзімізбен баяндайтын болып түсініп оқимыз. Ал енді жазбаша тапсырма. Су тіршілік көзі. Су неге тіршілік көзі деп ойлаймыз? Сендер қалай ойлайсыңдар оқушылар? Су тіршіліктің көзі. Осы мәтінді біз тірек сөздер арқылы қазір мұғалім түсіндіреді. Сендер үйде су тіршілік көзі туралы шағын әңгіме жазасыңдар. Мәтін құрап жазуға болады, шығарма жазуға болады, өз ойларыңды кірістіріп. Сондықтан су адамға өте қажет. Адам сусыз өмір сүре алмайды. Рас па? Ал судың әр түрі болады. Мұхит, теңіз, арасан, өзен, көл деген сияқты. Ал суды нағыз тазалыққа пайдаланамыз біз. Тазалыққа пайдаланамыз. Сусын ретінде тағы шөлімізді қандырып ішеді екенбіз. Ендеше сусыз ешқандай тіршілік болмайды екен. Сондықтан су тіршілік көзі атты шығарманы жазуға, үйге тапсырмаға белгілеп алыңыздар. Және де 6-шы тапсырманы қосып
орындауға белгілеп алыңыздар. Ал енді ескертеу. Су тіршілік көзі болғандықтан көлдің, мұхиттың, теңіздің суларын ішуге бола ма? Болмайды екен. Өйткені балалар, теңіз, мұхит, көлдің сулары ащы болады екен. Және ода вирустар көп болады екен. Сондықтан мүлдем ішуге болмайды. Көлге шомылған кезде ауыздарыңа су кіріп кетуден абай болыңдар. Сау болыңдар балалар. Осымен сабағымыз аяқталды.